Негізі Алла менің бар жоғымды түгелдеп жағдайымды жасап қойған ғой. Мынаны қарасаңыздаршы. Өзімнің пайдам үшін біреудің есігін қағып мазалағанды ұнатпаймын. Сондықтан да мен қанша күннен бері ойбай ырыспала үй алып берген кісілер қаяқта неғып шықпай жатыр десе де мен сіздерді көрсету керекпін халыққа деп ешқайсысының есігін қаққан жоқпын. Ондайдан Құдай сақтасын, мен міндет қылғанды өте жек көретін адамның бірімін. Осы уақытқа дейін қандай бір жоба болсын, қайырымдылық болсын, не болсын, мен ешқайсысына бір ауыз артық сөз айтпаймын. Біз кейде аңдамай айтып қоямыз, дегенмен де сөз сүйектен өтеді. Біздің айтып жатқан аңдамай айтқан сөзіміз ол біреудің жүрегін жаралауы мүмкін. Ал біреудің көңілін қалдырған қағбадағы қара тасты қиратқанмен бірдей дейді. Мынаны қараңыздар, енді мен қайда барайын деп жатырмын. Айналайындар, бастамасы осыдан 3-4 жыл алдым. Отбасыларды баспаналы қылып. Соның әйтеуір қыз ұзатылып жатыр. Өткенде бір қыздың құдалығына барғам өткен жылы. Сөйтіп жатқан кезде мені кеше Самат аға, Ырыспала ханым бүгін түнде ұлы деп шақырып еді. Түнде енді мен байым бар, бала шағам бар, түнде шықпадым. Бүгін енді Беташарға келе жатырмын. Мынау батыс өңірінде Беташарға ақша шашып жатасыздар ғой, содан үйреніп алғанбыз. Біз осындай тәтті шашамыз жұғысты болсын деп. Сол Беташарға мынау менің шашуым біреуден алғанды емес, берген жақсы көретін білесіздер ғой. Мынау кеше көлік ұтып алған кісі әкелген корзина. Сол корзинаға осындай Беташарға шашатын шашуымды салып алып барайын деп жатырмын. Сонда жиналған жандардың бәріне осындай келін алу жұғысты болсын деп. Батыс жақтан үйреніп алдық. Енді Беташар болғаннан кейін бала болады, ана болатын арасына осындай ойыншықтар салайын деп жатырмын дейді. Тойды жақсы көретін адаммын ғой, негізі бар ғой. Той десе қубас домалайды дейді. Той болса менде андай идея, құдалыққа фантазиялар деген туа береді. Самат ағамыз білесіздер ғой, төркіндердің ішінде үйлі болған жандардың ішіндегі үлкені, үнемі ешқандай қоныс тойдан қалмай ыржиып, қашан қарасаң екі құлағы, екі езу екі құлағында батасын беріп төрімізде отыратын кісіміз. Сол кісінің енді алғашқы қаптың аузы да ашылып жатыр ғой. Жолдас өмірден өткен әке қаптың аузы ашылып, тұңғышы келін әкеп жатыр. Сол қуанышына ортақтасып келіп жатырмын. Қараңыздар, Беташарға шашуды құр апармай үстіп апарсаңыздар болады. Жан-жағына ойыншық салып, ортасына конфет салып, мына бір екі қоянды отырғызып тастайын, орын тауып. Қазір осыны осылай апарып шашамыз. Одан кейін кешке әйтеуір күтетін құдалары бар, басқасы бар. Енді қазақта төркін десе қыз төзбейді, көкпек десе түйе төзбейді дейді ғой. Бұл кісілер енді үйлі болған кісілерді мен кезінде жақыннан жаныма тартып, аралас құралас болайық, сіздер менің төркінім боласыздар дегеннен кейін, осындай қыз болып төркіндетіп келе жатқаннан кейін той бастар жасап келе жатырмын. Кешке мысалы ретінде құдалық қыздың артынан қуып келген қуғыншылар болсын, құдалық болсын күтсе, солардың алдына қойса да, я болмаса тойға келген кісілерге жұғысты болсын деп таратса да бәрі мәз-мейрам болып алады. Міне астына шай болды менде. Шайды ішетін айналайындар, сол үйлі болған кезде, одан кейін көлік ұтқан кезде маған жапқан шапандарың. Анау күпі киген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын деп, осындайда өздеріңізге қайтарып жатырмын айналайындар. Міне. Шілей андай бір 2,5 мың теңгелік, бір 4 мың теңгелік андай жаман абайкалар бар ғой. Ондайлардан көңілдеріңізге тимесін тастадым. Осындай жөні түзу, жібі түзулерін алып қойдым. Соның міне 2 шапанын, міне орамалын әдемелеп қойып қойғам. Ертең құдалығында құдағиларының иығына жапса да осындай қылып алып алдым. Алыңыз қалай құтты болсын. Al kalaysa akın öttü çağalmasın.
алып кетті. Қыздар кәмпит шашып бұл жерді жарып кетті. Ағайын жақсылыққа ән арнасын, ал енді өз арнауын тәмамдасын. Және де шақырайық арнайылы Ырысбала ханымның командасын. Ал енді өз арнауын тәмамдасын. Және де шақырайық арнайылы Ырысбала ханымның командасын. Рахмет. Сіздерге де келін құтты болсын. Келіндер құтты болсын. Қадамы құтты келін болсын. Аумин. Солар бақытты болса, біз де бақытты. Ел жұртта бақытты. Иә. Сіздерге ортақ, біздерге ортақ бала ғой, иә. Бақытты болсын. Рахмет. Бақыт тілеп отырмыз. Бақытты Рахмет. бол. Бауырыңды қолыңа, Аумин. өсін. Аумин айтқаныңыз келсін. Қалайсыздар аға, жақсысыздар ма? Аман есенсіздер ма? Жақсы жаңалығым бар әйтеуір қазір. Не жаңалық, үйленейін деп жатсыз ба? Ана үлкен қызымыз. Аха. Тақпақ айтасың, сол үлкен қызым қазір грантқа Оқуға түсіп отыр ма? Бәс, саған күшті. Мемлекеттік грант. Қуаныштамын, жарылып Аллаға шүкір. Осы халқымның арқасы, біріншіден Алла дейді ғой. Екінші халқым, үшінші сіз міне. Арқаңызда біз осылай жарқылап, міне өйстіп күліп жүрмін. Әйтпесе мен мына халқым сіздер болмаса, мен не істер едім? Енді қыз аман есен оқуын аяқтап, одан да жоғары оқу орындарына түсіп, Алла бұйыртса, сол қыздың ұзатуына шақырыңыз Самат аға сияқты. Алла бұйыртса, өзі жаңа кейін осы сот жағынан болады ғой. Заң жақта бір адам болады десеңізші. Заң жақтан бір адам болады. Алла бұйыртса, соған жеткізсін. Кеше ғана сол заң оқудан ел шықты дегенге қуанып, содан ақтыренем көтеріп. Содан екен ғой бүгін екеуіңіз ек құлағыңызда жүр. Сіздер болмасында ол да болмайды. Құтты болсын. Әр жақты квартирада қаңғырып жүрермедім. Міне халқыма рахмет. Бұйырып тұр ғой енді аға, иә. Бұйырып тұр ғой. Тек бір ауыз сөзіңіз есімді жинадым, орысты есімді жинадым. Басында жылай беретін еңіз, баға сіз. Сәл нәрсеге ашулана беретін еңіз. Балаларымды есімді жинамасаң, балаларымды алып кетем, маған бер деп орыс сөзіңіз есімді жинадым. Сен балалар кімге керек дегенде мен Аллаға шүкір. Міне, рахмет сізге. Ағамен ұрысқанын бәрін айтып қойдыңыз ба?